Еңсесі биік Ақорда, еңкеймей кірсем деп едім деп кезінде Махамбет атамыз айтқандай, міне қос ақсақал қазір жоғарғы соттан еш пана таппай осы жерге келуге мәжбүр болды. Міне Ақорданың алдына келіп тұрмыз қазір. Мына жерде міне қарумен жүр. Кезінде Югославияда осылай қарумен жүретін. Соңы не болды? Ана Иә. өте Махамбет атамыздың Махамбет атамыздың Тікелей эфир тұра тұр. өте бір Ақсақал түсіп тұр, тұра тұр. өте бір ақылды. Біз жамандап тұрған жоқпыз. Өте бір ақылды. Өте бір ақылды. Тұра тұр, сөйлеп жатыр ғой адамды. Біз болса 80-дегі. Мен сізге ескерттім. Жоқ, бітірейін. Мен пикетке келген адаммын. Кетіп тұрған жоқпын, ата. Қағазы бар Түсіндіріп ол. айтып тұрмын. Не айтып тұрсың? Кім аты жөніңді таныстыршы өзіңді. Полицияға айттан Смайыл. Не құжаттарыңды көрсетші. Біз президент Міне қаруланған. Қонышына дейін қаруланып кеп, міне 80-дегі ақсақалдарға қоқан-лоққы көрсетіп тұр мына жерде. Мен сізге қоқан-лоққы Енді неме? Мен сізге ескертіп айтып тұрмын. Ақорданы фонға алып, видеосөңкі жасауға болмайды. Ондай заң бар ма? Көрсетші соны, заңды. біз балам не тебе? Біз балам Ақорда қайда 1 километр жерде тұр. Біз 1 балам километр жерде тұр. Қара, балам, біз бірінші Так, тұра тұр. Смайылов. Қолын түсірмей қойыңыз. жоғарғы соттан Смайылов кәне. Ернат Қайратович, старший жоғарғы инспектор. соттан пана таппай. департамент. Осында президентке қазақ халқына еліне көмектесіп жатқан президентімізге осыны айтайық деп келдік. Сондықтан да біз президентіміздің жасап жатқан жаңа жұмыстарын бәрін білеміз, қолдаймыз. Бірақ мына төмендегі мына жоғарғы соттар, сосын басқаларға бас прокуратуралардың істеп жатқан мына зорлықтары ол кісінің құлағына жетпей жатыр. Мүмкін осы арқылы жетіп қалар деп келіп отырмыз. Мына кісі 82-ге кеткен ақсақал 90-ға кеткен. Мен 70-тен асып 80-ге кеткен ақсақалмын. Міне, бірақ нәрсені айтайын мен сіздерге. Мен ана жоғарғы соттың 19 желтоқсан күні арыз жазып, арыз осы күні келген жоқ, соны алу үшін, арызға жауап алу үшін бәленше Алматыдан 1000 километрден осында келіп тұрмын. 1000 километрден. Ал енді жоғарғы соттың ар жағындағы судьялары тұрмақ, бер жағындағы ана адамды қабылдайтын адамдарының өзі зорлық жаңағы адамдарды грубить етіп нетіп жатыр. Менің айтайын дегенім, құрметті президент, мүмкіншілік болса біздің өтінішімізді тыңдаңыз. Бізді ақсақал екеумізді қабылдаңыз. Мына төменгі жердегі судьялар, мысалы Талғар ауданында 2 судья ұсталды 2 ай бұрын. Қонаев қаласының судьясының төрағасы ұсталды. Төрағасы. Міне сондай судьялар адамның өмірін шешіп жатыр. Қайда әділдік? Мен жаңа Талғар ауданының әкімін зомбылығын көрген адаммын. Көрген адаммын. Көрген адаммын. Ал енді Ар жағынан жүріңіз. Мен сізге хатын не айтып тұрған жоқпын. Міне осы күнге дейін Абдықанов деген мемлекеттік істер жөніндегі агенттіктің бұйрығымен жұмыстан шығарылды. Бірақ осы күнге дейін мінекей маған зорлық көрсеткен жұмыста болмаса да. Өйткені оның жанындағы Сәрсенбаев деген судья, Сәрсенбаев, Талғар ауданының судьясы. Мен жаңа жоғарыда айттым, 2 судья ұсталды, мына 3-шісі бүгін тірі қалған. Сол мені 2 күннен бері алдың күнінде сот жүргізеді, менсіз маған хабар бермейді. Одан арғы күні сот жүргізеді, маған хабар береді. Сонда бұл қандай заң? Адамды қатыстырмай, адамға айтпай соттап жүргізу деген. Бұл деген, бұл Абдықановтың, оның кезінде ол Талғар ауданы әкімі болған, әкесі Тойбаев
Алматы облысының орынбасары болған әкімінің, ал туған ағасы Әбдіханов, мына солтүстік Қазақстан прокуроры, соған сеніп жүрген адамдар, мінекей соның жандайшаптары. Екіншісі суда исполнитель, сот орындаушысы. Сотқа беріп жүрген құдайды күніміз сот. Менің осы күнге дейін мына министр юстицияға берілген арызым осы күнге дейін қаралмайды. 19 желтоқсанда берген, кеше сол арызды таба алмай жатыр осы күнге дейін, бір ай өтсе де. Неге менің арыздарым жоғалып кетеді? Неге менің арыздарым қаралмайды? Қазір мына жоғарғы сотқа келдім, 19 сол келген кезде жоғарғы сотқа да арыз жазып кеткен. Ол да бүгін ғана маған жауабын беріп отыр. Bir ay жарымнан бері оған жауап жоқ. Сонда бұл не? Біздің жоғарғы соттағылар, жалпы соттағылар, мына министрліктер кімнің жандайшабы болды? Кімді қорғап жүр? Мен жай қарапайым зейнеткермін. Маған мына Астанаға келіп кету оңай емес. Мен келген сайын мен 2 айлық, 3 айлық пенсиямды жоғалтып келем осында. Не деген сұмдық? Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, осы құлағыңызға жетсе, бізді қабылдаңыз, Ақсақал екеумізді. Болмайтын болса, мына тапсырма берсін, тапсырма беріңіз. Бізді істерімізді дұрыс қарасын, бізді адам сияқты қабылдасын қай жерге барсақ та. Ит сияқты барған жерде босағада күндеп жүреміз. Міне, біз осында қонуға келдік. Біздің бұл жерде пәтеріміз жоқ. Біз гостиницаға орналастырмаймыз. Өйткені біздің так зейнетақымыз гостиницаға. Біз қайда барамыз міне? Міне далада Ақсақал екеуміз босып жүрміз. Бұл не деген сұмдық? Мен үйде отырып жауап күтуім керек, қандай жауап болса да. Неге мен мына бір қағаз алып 1000 километр осында келуім керек? Былай қарай шығып кетсеңіздер енді. Құрметті президент мырза, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз мынау жаңа ғана жоғарғы соттан шықтық. Менің балам бір тиын банкіден ақша алған емес. Мойнына 8 миллион доллар Верховный сот салып қояды. 1,5 миллиард теңге салып қояды мойнына. 278 миллион штраф салады. Одан 1 миллиард 400 тұратын жаңа сатуға қойылған бүкіл үйді тартып алады. Енді оны біздің сөзімізді Алматы қаласының милициясының барлығы тексеріп алмағанын дәлелдеп берген. Қаланың прокуроры дәлелдеп берді бір сом алмағанын. Олардың қағазын Ген прокуратураға представление берді, протест беріңіз, мына кісілер кінәлі емес деп. Сонда Ген прокуратура мен Верховный сот айтып бір қатты сыйлайтын болу керек. Оны да ешкім қарамайды. Bir жапырақ қағаз бере салады сізден. Переписка біткен деп. Ал енді жаңағы кіргіз десең, бастығына кіргізбейді, төменгілер соның барлығын білдіріп жүрген төменгілер. Менің көзім жетіп отыр. Бір председатель жоғарғы соттың 12 жылы Абдықадыров деген председатель коллеги Верховный суда болып істеген адам сол соттың шешімі шығарған. Осы алмаған ақшаларды бірінші сол бастады. 16 жылы Архарова деген председательствующий болды әйел. Мен сол постановленияларда айтылған балам жаңағындай ақшаларды алды деп. Bir сом алмаған, бір дәлел жоқ. Мыналарға айтсақ, жаңа 8 соттың жаңа қамын ойлап, бізді сол жем қып, үйімізді банкіге беріп, мойнымызға миллиардтап ақша салып қойып, алғам жоқ қағазын көрсет десе, ешкім сөйлеспейді. Одан артық зорлық бола ма, зомбылық бола ма? Біз міне өмір бойы еңбек еткен адаммын. 50 жылдан артық производствода істедім. 35 жыл генеральный директор болып істедім. Еш жерде ластанған, былғанған атым да жоқ, жаман жағынан көрінген. Құдайға шүкір, әрқашанда осы алдыңғы қатарда жүрген ақсақалмын. Ал енді мына шал болған кезде далаға лақтырып тастап жатыр.
Ne деген масқара бұл? Еш қайсысы 17 жыл жүрміз. Біз кінәлі болсақ 17 жыл тұрмақ, 17 сағатта бітішімізді шығарар еді. Осыған Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз сіздің істеп жатқан тірліктеріңізді қолдап жатырмыз. Қолдаймыз да, өйткені көп тірлігіңіздің барлығы дұрыс, әлі де болса, бірақ осындай жаңағы заңсыздықтың жолында жүргендер бар. Соларды тәртіпке келтіріп, бізге қол ұшын беруіңізді сұраймыз. Осы сөздерді не жұмасыз? Жақсы. Біз еріккеннен келіп отырмыз, пенсиямызды